Сәлем, 2 сынып математика сабағы 98 сабақ тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен есе артық немесе есе кем қатынастарымен байланысты тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер шығаруды үйренетін боласың. Бірінші тапсырма: есепті шығар. Тігінші 4 шапан және одан 3 есе артық камзол тікті. Тігінші неше камзол тікті? Есептің қысқаша шартына назар аударайық. Шапан 4-еу, камзол белгісіз, бірақ шапаннан 3 есе артық. Балалар, егер біздің есептің шартында 3 есе артық деп тұратын болса, онда бұл өрнек көбейтумен орындалады. Шешуі: 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Жауабы: тігінші 12 камзол тікті. Екінші есепті шығар. Тігінші 12 камзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Тігінші неше шапан тікті? Балалар, есептің қысқаша шартына назар аударайық. Тігінші 12 камзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Шапанды табу қажет. Камзол шапандарға қарағанда 3 есе артық болғанда камзол 12-ге тең. Бұл дегеніміз шапан камзолдарға қарағанда 3 есе кем. Яғни 12-ні 3-ке бөлеміз. Өрнектің мәні 4-ке тең болады. Демек, есептің жауабы: тігінші 4 шапан тікті. Үшінші тапсырма: бірінші және екінші тапсырмалардағы есептерді салыстыр және қорытынды жаса. Бірінші есеп тура тұжырымдалған есеп. Ал екінші есеп жанама түрде тұжырымдалған есепке жатады. Дегенмен, екі есептің де мән мағынасы бірдей. Төртінші тапсырма: есепті теңдеу құрып шығар. Күбіде 15 литр қымыз бар. Бұл торсықтағы қымызға қарағанда 3 есе артық. Торсықта неше литр қымыз бар? Балалар, теңдеу құрып алайық. Торсықтағы белгісіз литрді X деп белгілеп аламыз. 3 есе артық сөзін көбейтілген 3-ке айналдырамыз. Және тең 15-ге. Бұл қымыздың 15 литрі. Ал енді торсықты табу үшін қымыздың өлшемін 3 есе артыққа бөлеміз. X 5-ге тең болды. Ал енді X-тің орнына 5 санын қойып теңдеуді тексереміз. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ге тең. 15 тең 15-ге. Яғни торсықтағы қымыз 5 литр. Бесінші тапсырма: жазбалар бойынша есептер құрастыр. Бірінші есептің шешуі: 13 пен 10-ның айырмасы 3 килограммға тең. Жауабы: 3 килограмм. Бірінші есептің шарты: қияр 13 килограмм, қызанақ 10 килограмм. Қызанақ қиярға қарағанда қанша килограммға кем? Екінші есепке назар аударамыз. Екінші есептің шешуі: 10 мен 3-тің қосындысы 13 килограммға тең. Жауабы: 13 килограмм. Ал енді екінші есептің шартын құрамыз. Қызанақ 10 килограмм, қияр белгісіз, бірақ қызанақтан 3 килограммға көп. Оны табу үшін қызанақтың салмағына қиярдың көп салмағын қосамыз. Демек, қияр 13 килограмм болады. Алтыншы тапсырма: теңдеулерді шеш. 5 көбейтілген S тең 35-ке. Бұл жердегі көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлеміз. S 7-ге тең болды. Ал енді 7-ні S-тің бастапқы мәніне қойып теңдеуді тексереміз. 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35-ке тең. 35 тең 35-ге. Демек, теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі теңдеу: X азайтылған 19 тең 27 азайту 9-ға. Бұл жердегі теңдеудің оң жағын өрнекте есептеп аламыз. X азайтылған 19 тең 18-ге. Ал енді бұл теңдеудегі азайғышты табу үшін айырманың мәні мен азайтқышты қосамыз. X 37-ге тең болды. Енді X-тің бастапқы мәніне 37 санын қойып теңдеуді тексереміз. 37 мен 19 сандарының айырмасы тең болады 27 мен 9 сандарының айырмасына. 18 тең 18-ге. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі теңдеу: Y қосу
Жақша ішінде 42 азайтылған 17 тең 34-ке. Ең алдымен жақша ішіндегі өрнекті орындап аламыз. Жақша ішінен 25 саны шығады. Y қосу 25 тең 34-ке. Бұл жердегі бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Y 9-ға тең болды. Енді бастапқы мәнге 9-ды қойып теңдеуді тексереміз. 9 қосу жақша ішінде 42 мен 17 сандарының айырмасы тең 34-ке. 34 тең 34-ке болады. Демек теңдеуіміз дұрыс шықты. Жетінші есепті теңдеу құрып шығар. Торсықта 5 литр қымыз бар. Бұл күбідегі қымыздан 3 есе кем. Күбіде неше литр қымыз бар? Бұл жердегі күбідегі белгісіз литрді X деп белгілеп аламыз. Және күбідегі қымыздан 3 есе кем сөзін бөлінген 3 деп жазып аламыз. Торсықтағы 3 литр 5 литрді тең 5-ке деп жазып қоямыз. Осы теңдеуден X санын табамыз. Ол үшін 5 пен 3 санын көбейтеміз. X 15-ке тең болады. Ал енді теңдеуді тексеріп көреміз. 15 бөлінген 3 тең 5-ке. Яғни бұл жердегі теңдеуіміз дұрыс шықты. 8-ші тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Балалар, ең алдымен сұрақтарға жауап беріп өтейік. Өрнектің атауы қосынды. Тәуліктің бөлігі түн немесе күн деп жазуға да болады. Арифметикалық амал көбейту. Сан 7. Шама ұзындық. Геометриялық фигура ол бұрыш. Теңдік емес, яғни теңсіздік болады. Ал енді тігінен қандай сөз шыққанын тауып, ол туралы ойыңмен бөлісіп көр. Менің сөз жұмбағымда тігінен сүйінші деген сөз шықты. Сүйінші қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Дүниеге жас нәресте келгенде, немесе келін түскенде, және қуанышты сәттерде алғашқы хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат, немесе ақша береді. Ойлан тап. 9-шы тапсырма. Қай суреттегі үшбұрыштардың саны артық? Балалар, үшбұрыштарды санаған уақытта ең үлкен үшбұрыштардан бастап кіші үшбұрыштарға қарай санаймыз. Бірінші суреттегі үшбұрыштардың саны 10, ал екінші суреттегі үшбұрыштардың саны 7. Демек, бірінші суреттегі үшбұрыштардың саны артық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және осы каналға тіркеліп алыңдар.